армысыңдар ағайын, бұл уәде етілгендей 7-ші видеом. Сіздердің назарларыңызға Хида Шюлье кітабын ұсынамын. 13-ші ғасырда 1233-1235 жылдар аралығында жазылған. Авторлары Пен Дая және Сюй Тин. Бұл жазба алдыңғы 5-ші видео және оның екі бөлігінде айтылған Мен Хун кітабындағы 1222 жылы Менда Билу деп атап жазған дерекпен деректі дәлелдейді. Сонда бізде қазір осы барлық видеоларды көріп жүрсіңіздер, ретімен қатармен Шыңғысхан халқы қара татар аталғаны туралы 3 дәлеліміз бар. Біреуі осы және мына экранда тұрған мұқабасы Мен Хун кітабы 1222 жылы жазылған, және осы кітап Хида Шюлье 1233-1235 жылдар аралығында жазылған кітап. Және үшінші дерек ол мына 1962 жылы Галестян жинағындағы дерек, 13-ші ғасырда жазылған Себастаций дерегі, 1220 жыл жазылған ода. Осы кітаптағы жазылған жылнамалардан деректерді 6-ші видеода жария еткем, яғни армяндар жазған жылнамалардан оны көрулеріңізге болады. Ал енді қазір Хида Шюлье кітабын қабыл алыңыздар. Хида Шюлье. Бұл дерек 1233-1235 жылдар аралығында жазылған. Авторлары Пен Дая және Сюй Тин деген екі ханзудың елшісі. Көріп тұрғандарыңыздай, кітаптың аты бірден фальсификацияға ұшыраған, яғни адастыру үшін атын қате жазған. Источник по истории монголов емес, бұл кітаптың аудармасы, шын аудармасы қара татарлардың қысқаша сипаттамасы деп аударылады. Ол кітап ішінде оның орыстар өздері солай аударып жазған. Орысша аудармасы краткий источник о черных татарах деп аударылады. Государство черных татар северного Шаньюя называется Великим Мэнгу, яғни қара татарлардың мемлекеті солтүстік Шаньюй ұлы Мэнгу деп аталады. Шаньюй деген ол хунулардың, яғни хундардың титулы, қаға деген сөз. Қытайлар солай жазған, Шаньюй деп. Міне осы жерден ақ бірден Шыңғысханның өзі және халқы түркі екенін білеміз. Және оның мемлекеттің аты Мэнгу болғандығын білеміз. Бірақ бұл кітапта Мэнгу деген сөз, ол күміс деген сөз, бұрынғы жаңағы мәнжүрлердің бабасы жасаған Чужырен мемлекеті ұлы алтын ел болған. Бұлар соған ұқсап өз мемлекеттерін ұлы күміс мемлекет деп атады деп жазады. Алайда біз бұның өтіріктер екенін білеміз. Себебі 5-ші видеоның 5.1 бөлігінде Мен Хун жазған 1220 жылғы Менда Билу кітабында Мұқалай Жалайырдың қосында болған Мен Хун, яғни автор, бұлар қара татар, бірақ бұларды өздерін монгол, яғни Менгу деп атауды мәнжүрлердің қатшылар үйретеді, яғни мәнжүрлердің жерінен қашып келген қатшылар үйреткен екен. Содан бұл ат таңылып кеткен, монгол деп. Бұл бетте Шыңғысханның халқының көшу үрдісі сипатталған. Онда олардың арбаларын өгіз, жылқы
түйе тартатындығын, және ол арбаның үстінде киіз үйлер тұратынын жазған. Оны арба шатыр деп атайды деп жазыпты. Осындай әдіспен көшу жолын дешті қыпшақ жеріне келген 14 ғасырда өмір сүрген Ибн Батута жазады. Ол айтуы бойынша бұндай көш сыртынан қарағанда жылжып бара жатқан қалаға ұқсайды екен. Және бұл туралы дерек Қыз жібек поэмасында жазылған. Онда көштің үлкен болғандығы сондай. Төлеген көштің басына жету үшін бір күн уақытын кетірген. Ал Қыз жібек поэмасы 16 ғасыр туындысы. Көрдіңіздер ме, қандай тамаша дерек. Мынау 13 жылда жазылып отыр, 13 ғасырда жазылып отыр. Ал Қыз жібек поэмасы 16 ғасырда жазылып отыр. Демек, жаңағы мұғыл деп жүргендеріміздің татар екенін, қазақ екендігін тағы бір дәлел. Татарлардың ұлығы аңшылық кезінде үлкен шатырды еттін айтқан. Шатыр дегендері ол киіз үй болу керек. Өйткені татарлар оны орда деп атайды деп жазыпты. Сонымен қатар ол шатырдың алтын болатындығын жазыпты, алтынмен қапталғандығын. Сондықтан оны ұлы орда деп атайды деп және жазыпты. 1550 жылы шайбанидтердің сарай жылнамашы Өтеміс Қажы Дости өзбек ханның алтын ордасы болған, яғни алтынмен апталған киіз үйі болғандығын жазады. Соған қарасақ, бұл керемет ізлік болып табылады. Бұдан басқа алтын киіз үйді сонау Оғыз патша заманында, яғни Оғыз ханның өзі пайдаланған екен, алтын киіз үйді тіккізген. Ол туралы дерек жаңағы Рашид ад-Дин Хамадани жылнамасының 1 том 1 кітабында жазылған. Олар қымыз жеді деп жазылған мына бетте. Одан басқа қойдың, сиырдың сүтін айран етіп жеді деген. Және бұл жерде қымыз ұсыну рәсімі жазылған. Яғни бірінші қымызды қонаққа ұсынады, қонақ ішіп алады да келесіге ұсынады. Өздеріңіз білесіздер, таза қазақтың салты бұл жерде. Тағы бір айтатын кететін нәрсе, ол қазіргі моңғол халқалардың тілінде қымыз айрақ болады. Мұнда таза қымыз деп айтады деп жазылған. Көрдіңіздер ме? Бұл да бір дәлел. Бұл бетте женщина носит гугу дейді. Гугу деген ол сәукеле. Мына жерде сәукеленің қалай жасалу жолы жақсы көрсетілген, оның және алтынмен қалапталатыны айтылған, және оған үкі тағылатыны айтылған. Бұл бетте 1220 жылы Минхун жазған Менді Билу, яғни қара татарлардың толық сипаттамасы деген кітаптағы қойдың жауырымен бал ашу, балгерлікті сипаттаған жазбамен сәйкес жазба, және Сюйтин мен Пендиен жауырынмен бал ашуды өз көздерімен көрген.